Бір сәтке тоқта. Өйткені қазір естейтінің сенің таңғы әдетіңді түбегейлі өзгертуі мүмкін. Күн сайын миллиондаған адам оянып, ас үйге барып, жылдар бойы ішіп жүрген сол бір кофені дайындайды. Бірақ кішкентай ғана бір нәрсе жіберіп алып жүргенін білмейді. Ал сол нәрсе бүкіл күнгі жағдайыңды өзгерте алады. Бір айдан кейін емес, бір жылдан кейін емес, ертеңнен бастап. Міне, көп адам білмейтін шындық. Дәрігердің көбі саған мұны айтпайды, ал миллиардтаған ақша табатын қоспа, яғни добавка компаниялары сенің мұны ешқашан білмейтініңді қалайды. Себебі бір ғана қарапайым ингредиент бағасы өте арзан. Бәлкім дәл қазір сенің ас үйіңде бар. Сенің күнделікті кофеңді ең қымбат қоспалардан да пайдалы ете алады. Бұл ингредиент қалампыр. Қазір сен осындай кішкентай нәрсе шынымен әсер ете ме деп ойлап тұрған шығарсың. Дәл осы қарапайымдылығы оның күшінде. Өйткені бұл жасанды емес, химиялық емес, бұл ағзаң оңай қабылдайтын табиғи өнім. Енді бәрін қарапайым тілмен түсіндіріп кетейін. Көп адам кофені тек кофеин деп ойлайды, яғни тез энергия беретін сусын. Бірақ кофе одан әлде қайда көп. Бұл полифенолдарға бай өнімдердің бірі, әсіресе хлороген қышқылы да айтылатын затқа бай. Бұл зат қандағы қантты реттеуге көмектеседі, бауырды қолдайды, қабынуды азайтады және май алмасуына әсер етеді. Яғни, дұрыс қолданса, кофе пайдалы құрал. Бірақ бір мәселе бар. Көп адамдар кофені кері әсер береді деп ойлайды. Қалтырау, мазасыздық, жүрек соғысының жиілеуі, асқазанның жайсыздығы, бірнеше сағаттан кейін энергияның күрт түсуі. Және көп адам оны қалыпты деп ойлайды. Бірақ бұл қалыпты емес. Бұл кофенің теңгерімі бұзылғанының белгісі. Міне осы жерде қалампыр бәрін өзгерте алады. Қалампырдың құрамында эвгенол деген зат бар. Эвгенол табиғи қабынуға қарсы ең күшті компоненттердің бірі. Ол қан тамырларын кеңейтеді, қан айналымын жақсартады және ағзадағы кернеуді азайтады. Кейбір зерттеулерде оның әсері дерлік препараттармен салыстырмалы түрде жүргізіледі. Бірақ ол жанама әсерсіз. Ал ендігі ең қызығы. Кофедегі хлороген қышқылы мен қалампырдағы эвгенол бірге қолданылғанда олардың әсері жай қосылмайды. Олар бірін-бірі күшейтеді. Бұл тағамдық синергия деп аталады. 1+1 2 емес. Ал 10 болуы да мүмкін. Енді ағзада не болатынын қарайық. Алғашқы 10-15 минутта сен айырмашылықты сезесің, энергияң бар, бірақ мазасыздық. Ол таза, тыныш, тұрақты. Кофеин миды сергітеді, ал эвгенол жүйке жүйесін тыныштандырады, мазасыздық энергиясын кетіреді. Бірінші күннен бастап ас қорыту жақсара бастайды, қалампыр кебуді азайтады, кофе ішек қозғалысын жақсартады. Екеуі бірге жеңілдік сезімін береді. Бірнеше күннен кейін қандағы қант деңгейі тұрақтанады. Хлороген қышқылы глюкозаның қанға тез түсуін баяулатады. Эвгенол жасушалардың инсулинге сезімталдығын арттырады. Бұл энергияның тұрақты болуына, аштықтың азаюына көмектеседі. Әсіресе 40 жастан кейін маңызды. Бір аптадан кейін қабыну азайып бастайды. Таңертең буындардың ауырсынуы азаюы мүмкін. Денедегі ауырлық сезімі төмендейді. Көп адам жасқа байланысты деп ойлайтын белгілер азаяды. Бірақ бұл жай емес. Бұл қабыну. Бірнеше аптадан кейін терең өзгерістер басталады. Бауыр жұмысы жақсарады, ал бауыр энергияға, теріге, ас қорытуға, гормондарға әсер етеді. Бауыр жақсы жұмыс істесе, бүкіл ағза жақсы жұмыс істейді. Кейбір адамдар терінің жақсарғанын байқайды. Кейбірі көңіл күйінің тұрақтылығын анықтайды. Кейбірі ұйқысының жақсарғанын біледі. Тағы бір маңызды әсер миға пайдасы. Хлороген қышқылы мен эвгенол ми жасушаларын қорғайды. Бұл есте сақтау, зейін және ойлау қабілетін жақсартады. Әсіресе таңертең. Енді ең маңызды бөлік. Көп адам мұны дұрыс жасамайды, сондықтан нәтиже көрмейді. Дұрыс тәсілі. 3 бүтін қалампырды ал. Ұнтағын емес. Суға шамамен 1-1,5 стақанға сал. Қайнатып, кейін 5 минут баяу отта ұста. Артық қайнатпа. Сосын суды сүзіп ал, осы суды кофе дайындауға қолдан. Аш қарынға іш. Жылдам әдіс. Бір қалампырды аздап жаншып кофеге сал. 3 минут күтіп іш. Қателіктер: жай ғана салу әсері жоқ. Тым ұзақ қайнату пайдалы заттар жойылады. Қант қосу пайдасын азайтады. Сүтте әсерді төмендетуі мүмкін. Орнына даршын немесе кокос майын қолдан.
Маңызды ескерту: егер қан сұйылтатын дәрі ішсең немесе асқазан мәселелері болса, абай бол. Міндетті түрде дәрігермен кеңескенің жөн. Бұл жай ғана ақпарат ретінде берілген видео материал. Қалған адамдар үшін бұл ең қарапайым және тиімді әдістердің бірі. Ойланып көр. Сен өміріңді түгел өзгертесің. Сен тек күнделікті әдетіңді жақсартасың. Таңғы кофеңді бір кішкентай өзгеріс арқылы жағымды жаққа өзгертесің. Яғни бір ғана қарапайым ингредиент және уақыт өте үлкен нәтиже бере алады. Бұл жай әдет емес. Бұл күнделікті қолдану. Энергияға, ас қорытуға, миға, денсаулыққа пайдалы келтіру. Сондықтан таңертең жай ғана кофе ішпе. Оны өзің үшін жұмыс істет. Кейде ең кішкентай өзгеріс ең үлкен нәтижеге әкеледі. Бір қалампыр, бір кесе, бір шешім. Барлығы осыдан басталады.